Қайырлы күн. Мен аты жөнім Ермекова Дәмелі. Мен негізі жоғарғы білімді түрлі түсті металдар металлургиясын бітірген болатын қызыл дипломмен. Сол бағытта мен жақсы жұмыс жасадым. Отбасын құрып балалы болғаннан кейін осындай өнеркәсіпте жұмыс жасау әйел адамға өте қиын екен, әсіресе қазақ келіндеріне. Сондықтан мен ол жұмыстан бас тартып, онан кейін колледжде жай қарапайым лаборант болып жұмыс жасадым. Ол жерде лаборант болып жұмыс жасаған менде бәрібір де білімің болса, сені бәрібір байқайды, сені бәрібір көреді. Сол жерде мен тек қана лаборант болмай, жаңағы госэкзамендер дейді, диплом қорғау кезінде сондайлардың барлығында секретар болып жұмыс жасадым. Жауапты секретар болып жұмыс жасадым. Одан бөлек жаңағындай сайлау мәселелері болды, сол кезде сайлаудың секретары болдым деген сияқты. Сондай үнемі алдыңғы шепте жүрдім. Негізі мені көріп қоймасын, маған көп жүк артып қояды, көп жұмыс беріп қояды деп көбінесе бізде қашқақтап жүретін адамдар болады. Онда ештеңеден қашпау керек. Әрбір жұмыстың басында жүрген адам көзге де түседі. Ол сөзге де қалады. Бірақ енді ертеңгі күні қап сол жерде мен бүйтуім керек еді, қап мен бұлай істеуім керек еді деп өкініш болмас үшін. Университетті бітіргеннен кейін мен опытно-производственный лаборатория деген жаңағы тәжірибе жасайтын лабораторияның бастығы болдым. Ол жерде жалғыз лабораторияны ғана басқарған жоқ. Мен ол жерде прямо склад дейді, қойма. Қоймада, лабораторияда білесіздер, бізде улар бар, прекурсор деген нәрсе бар. Бұл бағытты білетін адамдар болса, прекурсор, у деген нәрселер бар. Оған мемлекеттік деңгейде сіз жауап бересіз, оның бәріне қол қоясыз, әрбір миллилитрына отчет тапсырасыз, есеп бересіз. Соның барлығын мен басқарған болатынмын, өйткені оған да білім керек. Әрбір жұмыста білім керек. Сондықтан барлықтарыңызға білім алыңыздар, ізденіңіздер, ешқашан бір орында тоқтап қалмаңыздар. Бір кішкене университетте алған біліммен, мектепте алған біліммен, бір курста алған біліммен шектеліп қалмаңыздар. Үнемі ізденісте болыңыздар, үнемі білім алыңыздар дедім. Сол прекурсор оларға жауапты болдым, және оларды сатып алу кезінде де өзінің документтік құжаттық жағынан кішкене қиындықтары бар. Сондықтан да ол құжаттармен де мен айналыстым. Тек қана лабораторияның бастығы едім, тек қана осы қарамағымдағы 5 адамға бастық болып отыруым керек деп отырған жоқпын. Сондықтан оны сатып алу жұмыстарымен де мен айналысқан болатын. Сол сатып алу жұмыстарымен айналысқаным менің кейінгі өміріме көп көмегін тигізді. Балқаш қаласынан Қарағанды қаласына көшіп келгеннен кейін мен бір жыл декретте болып жұмыста болмадым. Онан кейін жұмыс іздеген кезде мен өз мамандығыммен қаланың ішінен жұмыс таба алмаған кезде маған сол снабженец жеткізу, сатып алу, жеткізу менің ары қарайғы жұмысымды жеңілдетті. Сөйтіп мен құрылыс компаниясына сондай жеткізу, сатып алу бөліміне снабженец болып жұмысқа тұрдым. Ол жерде жұмыс жасағанда да мен үнемі ізденісте болдым. Ол жерде шеге, шуруптан бастап, жаңағы бетонның түр-түрі, щебенканың түр-түрі деген сияқты соның барлығын жатқа біліп, оның бәрін қай жерден сатып алу керек, қаншаға сатып алу керек, қандай договорға отыру керек, қандай келісімшарттар жасау керек, ол келісімшарттың төлемдері қалай болу керек, бухгалтерияға барлығымен, жаңағы юриспен, бухгалтериямен, жаңағы жеткізуші компаниялармен барлығымен қарым-қатынасты дұрыс құра білу, оның барлығын уақытылы жеткізу, жаңағы дедлайн дейді ғой қазіргі тілмен айтқанда, сол дедлайнға үлгеріп отыру, соның барлығы күнделікті жұмыс барысында өтіп отырды. Енді оның бәрін алып жүру үшін сізде біріншіден тәуекел болу керек. Тәуекелшілікке бару керек. Тәуекел деген жаңағы қорықпай алдыға аяқ басу, қадам басу. Көбінесе бізде ойлап жүреміз де, сол ойлап жүрген нәрсемізді іске асыруға кейде қорқып жатамыз. Қорықпай, ілгері алға басып, соны істей берген кезде ол жұмыс жеңілдейді. Орыстарда бір сөз бар ғой, дорогу осилить идущий дейді ма? Сол сияқты сіз алдыға жылжып, алдыға жүре берген кезде сіздің жұмысыңыз да жеңілдейді, жолыңыз да қысқара береді. Соны айтпақшымын. Және онан кейін мен қолөнерге қалай келдім? Мысалға сіз металлургсыз, онан кейін құрылыс компаниясында жұмыс жасадыңыз, сіз онан кейін қалай қолөнерге келдіңіз де. Қолөнерге келмес бұрын менде үйде декреттік демалыста отырған кезде мен тыныш отыра алмадым. Мен жаңағыны айтып отырмын, бірнеше жұмысты қатар алып жүре алатын адаммын. Сөйтіп жүргенде декретте отырғанда да тыныш отыра алмай, біресе тоқыма тоқыдым, біресе бірдеме істедім. Сөйтіп бос уақытымда бірдемелермен айналысып жүретін, өзіме бос отырмай. Сол кезде адамдар менен сұрай бастады, сен неге осыны үйретпейсің деген сияқты. Одан кейін 20-шы жылы пандемия болды. Пандемия кезінде менің балаларым бір апта бойына балаларда контроль болмады.
балалар түнге дейін телевизор, жаңағы телефонда отырды, интернетте, сөйтіп түске дейін ұйықтайды, режимдары бұзылды. Содан кейін бір күн мен ойладым, бұлай болмайды, бұл балаларды режимға түсіру керек. Алдымда таңертең 8-де оятып, салқын душқа түсіріп, таңғы астарын бердім де, онан кейін бала күнімде ойнаған ойындардың бәрін балалармен бірге отырып ойнадым. Бар білетін нәрсемді балалармен бірге отырып жасадым. Сол кезде мен соның барлығын Инстаграмға салып отырдым. 5 тас ойнасақ, 5 тас ойнағанымызды, шит оқысақ, шит оқығанымызды. Сол кезде сұраныстар туа бастады. Сен неге білетін нәрсеңді үйретпейсің, осыны баяғыда әжемізден көргенде дұрыстап үйреніп алмапсыз, сен біледі екенсің, барлық ережесін, қағидасын, барлық жолын біледі екенсің, неге үйретпейсің деген сияқты сондай сұраныстар туа бастады. 21 жылы осы Қазына Скул мектебін ашқан болатынбыз. Енді менде бір кедергілер келді дейтін болсам, осы өмір жолымда, мысалға жұмыс тәжірибемде ең бір үлкен кедергі, мен енді Қазақ ауылда өскем, Қызылорда облысы, Арал ауданы, оның ар жағында Аққұм ауылдық округінің Шижаға деген ауылында өскем. Ол жерде 100% қазақ адамдар тұрады. Өзі білесіздер, Қызылорда облысында жалпы 95% қазақтар тұрады, 5% кәрістер тұрады, ол 5% кәрістер қазақша сөйлейді. Сондықтан бізде тілмен қиындық болды. Мен жоғары оқу орнына түскенде орыс группасына түстім. Орыс группасына түскен кезде орыс тілінен қиындық болды. Орыс тіл сабағынан мен 4-5-ке оқысам да, бірақ мынандай сөйлеу тілім болмады. Сөйлей алмағандықтан менде кішкене қиындықтар болды орыс тілімен. Сосын ағылшын тілін бізде мектепте көп оқытпады деген себебім, бізде 90-шы жылдарда кадр мәселесі аз болды. Сондықтан бізде жоғарғы сыныптарда 11-ші класстар оқытылып жатыр, оған сағатына сендер сыймайсыңдар деп бізге араб тілін оқытқан болатын. Біз 4 жыл араб тілін оқыдық. Ол араб тілінде біз анандай, не деуші еді? Көңіл бөліп қарамадық. Шыны керек, Абайдың сөзі бар ғой, қолымды мезгілінен кеш сермедім, пайдасын көре тұра ескермедім деп, сол тіл білу керек екенін мен қазір сіздерге айтқым келіп отыр. Қазір мен қасымда араласатын ортамаларым бар, біреу 9 тіл біледі, біреу 7 тіл біледі, біреу 8 тіл біледі. Мен сол кісілерге басым дейіп құрмет білдірем, өйткені сол кезінде, жаңағы бала кезімде, оқушы кезімде сол көп тілді білмеймін. Қазіргі таңда өзім түркі тіліне жазылып қойдым. Енді орыс тілінде сөйлейміз, қазақ тілінде сөйлейміз, жаңағы араб тілінде кейбір сөздерді түсінем, жазу білем. Енді сөйлеуім жоқ. Араб тілінде мен әлі сөйлей алмаймын. Оқығанмен де дұрыс оқымағам ғой. Самый главный, ең басты жаңағы үйге берген үй тапсырмасын орындап келсем болды, сонымен баға алсам болды деп жүргем. Негізі ден қойып оқу керек екен әрбір тілді. Ағылшын тілінен жай ғана былай өз ойымды жеткізе алам деп айтсам болады енді. Сосын жаңағы словар арқылы былай кішкене сөйтіп сөйлесе алам адамдармен. Енді қазіргі таңда сол түрік тілін үйреніп жатыр. Мен өзімізге ұқсас қой, соны жеңілірек болар қазіргі жағдайда деп түрік тіліне жазылған жайым бар. Сол ең бастысы сіздерге айтарым, коммуникация дұрыс болу керек. Ол үшін тек қана қазақ тілінде, орыс тілінде, ағылшын тілінде емес, онан да басқа, мысалға испан тілінде көптеген мемлекеттер сөйлейді. Бүкіл Латин Америкасы сол испан тілінде сөйлейді. Сондықтан испан тілін оқыңыздар, сосын мынау көршілес Қытай тілін оқыңыздар деп кеңес берер едім. Өзіміздің түркі тілдес ұқсас тілдердің көбісін оңай игеруге болады екен. Мысалға мен Шымкент жақта тұратын таныстарым барлығы өзбекше еркін сөйлейді, өйткені көршілес тұрады. Сол сияқты сіздерге де кеңес берерім, көптеген тілдерді үйрене беріңіздер, біле беріңіздер, өйткені оның барлығы сіздердің өмірлеріңізде қажет болады. Бізде бұрында бір мынандай қағида ғой, бір мамандықты игеру керексің, сол мамандықты ғана 40 жыл, 50 жыл жұмыс жасап, сол мамандықпен сен кәртайып, сол мамандықты балаларыңа мирасқа беріп, сөйтіп кету керексің. Ондай жоқ. Қазіргі таңда сіз өзіңіз жаныңыз не қалайды, соны жасай беруіңізге болады. Және оның барлығы, менің жаным осыны қалайды екен деп, не болса соны жасап, басқа адамға кедергі, бөгет келтірмеу керексіздер. Сіздің жасаған нәрсеңіз сізге бақыт әкелу керек, сізге ақша әкелу керек, сіздің жасаған нәрсеңіз, бірақ ол басқа адамға зиян тигізбеу керек, қоршаған ортаға да зиян тигізбеу керек деп ойлаймын. Күнделікті мотивация енді шыны керек,
біз жалқаулық деп айтады ғой қазақтарда. Әрбір адам өзінің қалауын жасау деген нәрсені дұрыс түсінбейді. Өз қалауым мен мысалы төсекте горизонтальный түрде жатып, аспанға қарап, мобильді телефонды алып, әлеуметтік желіде отыру әрбір адамның жан қалауы деп ойлаймын қазіргі таңда. Жан қалауы деген нәрсені солай деп түсінетін адамдар бар. Негізінде ол емес. Жан қалауы деген нәрсем сол екен деп сөйтіп жата беруге болмайды. Алма піс аузыма түс деп ешкім әкеп бермейді. Мен мотивация дегенде күнде таңертең тұрғанда мен де жата бергім келеді. Шын айтайын. Мен де жата бергім келеді. Бірақ мен айтам, дәмелі күнің өтіп жатыр. Сен бүгін өзіңе пайдалы, қоғамға пайдалы, отбасыңа пайдалы бірдеме жасау керексің деп өзімді қамшылап тұрам. Бүгін қамшылап таңертең ерте тұрып кету үшін сіз кеше өзіңізге жоспар құрып қою керексіз. Менің күнім алдын ала жоспарланып тұрады. Таңдау деген нәрсе бар. Мен көп балалы отбасында өмірге келгем. Біз 7 ағайындымыз. Таңдау деген нәрсе, мен сіздерге айтайын, көп адам мамам ананы тапсырды, мамам папам мынаны жұмсады деп өйстіп қайғырып отырады ғой. Мен бақытты болуды мен сол бала күнімде таңдағам. Мен күнде бақытты болам деп. Бірақ күнде бала кезімізде күнде таңертеңнен кешке дейін үйдегі күйбең тіршілікте жұмыс жасап жүретінбіз. Бірақ мен өзіме жаныма ұнайтын жұмыстарды таңдап алатынмын. Таңертең тұрған кезде мама айтатын, бүгін үй әктеу керек, есіктің алдын сыпыру керек, қорада қиларды жинау керек, анау ішек қарынды тазалау керек, басты үйту керек, оны жуу керек деп. Мен сол кезде бетіп тыңдап аламын да, ең бірінші мен таңдау жасайтынмын. Мама, мен есіктің алдын сыпырам, тезектерді жинайым, ананы бүйтем, мынаны сөйтем, осылар мен алам деп алып алатынды, өзіме ұнамайтын жұмыстарды алмайтынмын. Басқа қыздар таңдамайтын, бірден жаңағыдай, не деуші еді, басқа үйдегілер былай болады. Бірден қарсыласуға көшеді. Ой, қайтадан сол жұмыстар ма, қайтадан осындай ма, басқа үйдің балалары жұмыс істемейді, неге біз ғана істей береміз деген сияқты осындай қарсыласу сөздері болып жатқан кезде, олар бәрібір де сол жұмысты жасайды. Ал менде мен айтатын, мен өзіме бәрібір істейтін жұмыс, мен бірақ өзіме ұнайтын жұмыстарды таңдап алам деп. Сөйтіп таңертең тұрған кезде өзіме ұнайтын жұмыстарды таңдап алам. Сосын оның бәрін ысқырып жүріп жасап тастаймын да қайтып келіп үйде жататынмын. Ал анау жаңағы істегім келмейді, анау мынау деп айтқандар, оларға ең аяғында олардың өздеріне ұнамайтын жұмыстар қалады. Ішек қарын аршу, бас жуу дегендер қалады. Ол сосын күйе болып бас жуып, иісі сасып, жаңағыдай ішек қарын аршып деген сияқты. Сондай жұмыстар. Сондықтан сіздер өздеріңіз таңдау білу керексіздер өмірлеріңізді. Мен бүгін бақытты өмір сүруім керек. Ертең де бақытты өмір сүруім керек. Ол үшін әрекет ету керек. Ол үшін соған қадам жасау керек.